Саламатсыңдар ма, айналайындар. Біз осы 32-ші домның тұрғыны болып тұрамыз. Осы жерге келгенімізге міне 5-6 жыл болып қалды. Міне 32-ның бірінші подъездінде тұрам, екінші этажда. Нешінші пәтер? Бірінші подъездің екінші этажында тұрамын мен, 6-шы квартирада. Сол бізге проблема болып атқаны, енді жылда отоплениядан қиналамыз, жарылады. Ол ремонт істеп береміз дейді, істемейді. Неге дегенде біз отопленияға істетеміз деп шақырсақ, сантехниктер келмейді. Келсе ақша деп тұрады. Келгенден бері неше рет ақшаға істеттік біз. Өзіміз қалтамыздан шығар. Өкімет бізге көмек берген жоқ. Айтсақ бар сантехник дейді. Олар тек қана күндіз-күні істейміз, түнгісін істемейміз деп шығады сантехниктер. Алттан кейін істемейді. Жарылады, неше түрлі жағдай болады. Біз басқа адамдарды шақырып істетеміз. Өзіміздің домның сантехниктері келмейді. Шақырсаң да келмейді. Біз сырттан шақыртырып істетеміз. Қандай, сөзіңіз бөлен апа, қандай апатты жағдайлар болды сол мысалы? Бізде апатты жағдайлар болғанда кеше жақында ремонт болды. Бізде домда сол ремонтта тұрған нәрсені бұзып істеп, жарылған нәрсені істедік дейді, бірақ қайтадан жарылып жатыр ол. Қайтадан қазір жарылып жатыр. Қазір қайтадан жарылып жатыр. Неге дегенде мен бұл үйімді өзім ремонт істеткем, абойлар істеткен, басқаға. Енді кеше дарылдатқанда кухнямдағы газым алдында кафелі түсіп қалды, 3 данасы. Биттен түсіп қалады. Одан кейін кеше қарасам, жатып барасам, дуалдарым уже трещина беріп жатыр обойдың үстіне. Жөндегеннен кейін, қайтадан. Мен істегеніме 3 жыл, 4 жыл болып қалды істеткеніме. Бірақ кеше осы жер домдар ремонт істеген кезде дарылдатып істеді ғой енді. Сол кезде үйім жарылған байқамаппын. Мен больницада жатқан болар ремонт болғанда. Мен мазам жоқ, қайта-қайта дәуленем көтеріліп кетеді. Осыдан қорқып өмір сүретін болдық. Біз түнде басып қалама, күндіз басып қалама. Енді осы ертең жер қымылдайтын болса, біздің дом істей ма, істемей ма, онысын да білмейміз. Кеше Шымкентте жер қымылдады, мысалы болып жатыр, болмайды деп айта алмаймыз. О нәрсені бір Алланың қолында бізміз. Енді не дейміз? Кеше жөндедік деп жатыр ғой. Ол жөндеткенде енді 17 үйді жөндеді. 17 үйді жөндеткенмен 17 пәтерді. Осы 32-ші домның. 32-ді 17 пәтерді жөндеді. Қалғандары ше? Қалғандарын жөндеген жоқ, жақсы ештеңе қылмайды деді, болды. Мен ол көргенде мен үйде жоқ едім, больницада жатқан едім. Мен үйімді көрсете алмағым, ол кезде менде жоқ еді. Кейін келсем, больницадан келсем, дарылдатқан, ұқтатпады. Сосын кетіп қалдым жер тамға ана ағамның үйіне. Сояқта көріп, осы дарылдатқан тоқтасын шығар деп. Кеше енді қарамаппын дуалыма да. Кеше журналист келгенде қарасам, кафелім түсіп жатыр. Сіздер бұған дейін әкімдікке, қалалық әкімдікке шағым жасадыңыздар ғой? Жасағанбыз. Неше рет жасадыңыздар? Ойбай, жасық біздің қағазды көрдік. Не дейді? Олар не дейді? Олар енді ешқандай аварийный емес деп кетті. Аварийный емес деп баға берді. Кеп анализ тапсырды, ол 5% емес, 5%-тен көп, олар просто жауып кетті. Жабылған қазан жабылды. Ол қайтып айтылмайды о нәрсе. Жарылған нелерін сипап қойды ғой. Иә, сипап қойды, бірақ қайтадан жарылып жатыр. Бірақ іргетастары дұрыс емес деген осы кеше тұрғындар айтып жатыр. Дұрыс, ондай деген мына қарасаңшы, мына лоток дейді. Лотокты мынау бүйтіп тұру керек, жабысып қалған мына мусор салатын жеріміз, қара. Жабысып жатыр мына. Осын алып тұрып, сәл әрірақтан істемейме істеген несіні. Мынау не, қандай лоток бұл? Үйде де бүйтіп істемейді ғой жер тамда тұратындар. Әжепте бір лоток қойып істемейме? Енді не істейсіздер енді? Енді не істейміз? Істеп берсе істесін, істемесе үйімізді ауыстырып берсін. Сондай ұсыныс пікіріңіз қандай? Болмайды. Менің мнением болса, үйді ауыстырсын. Или ауыстырмайтын болса, ана щитовойдағы трубалардың бәрін жаңалап берсін. Уақытында уәде берген. Сентябрь айында келді ме, август айында келді ме? Осы кеше жөндеді деп жатсыздар ғой, кеше жөндегеннен кейін тағы сыр беріп, солай не қылып жатыр ғой, бұзылып жатыр ғой. Жөндегеннен кейін жарылып жатыр ғой енді. Қазір ашық қой, көрсек бола ма сол жерін? Щитовойды көрсеңіз, вообще адам қорқып кетеді. Көрейік те қазір. Жүріңіз, көрсеңіз көрсетейік. Мінерді істеттім, істеттік мінерді, мынандай істеттік, мынандай. Мынау өзің 5 мыңға істеттім. Өздеріңіз істеттіңіздер ма бұнымен? Мынауны мінерге дейін 5 мыңға істеп бердік, мынау мінерге дейін 5 мыңға істеп бердік, мынауны мінерге дейін 10-15-20 мыңға істеп бердік мені. Мені ақуалымын, істегенім ақуалымын көрдіңіз бе, мен ағып атқанымды. Кеше журналист келгенде көрсетпей қаптық апайымыз. Мына жерлері асты ма? Міне астыларын айтайын мен сенге. Мен көрмін. Алып тастап қалайық, мен көшпен жабыстырып қойдым, мен көр. Ертең отопление беретін болса, біздің түріміз қара, міне. Су кеткен төбеден.
осы отоплениядан кеткен төбеден міне. Оның несін міне артымызда судың несінде чөчікті де өзіміз сатып алдық. Міне. Ол чөчікті қымбат тұрады, 17 мыңнан судың несін алдық. Міне, енді мына ақшасы жоқтар, міне өстіп тұр міне. Көрдің бе? Адамда бар жоқ демейді. Міне істегені міне. Көр міне есіктің алдын көр. Міне.